Бұл сабағымызда тригонометриялық өрнектерді ықшамдау есептеріне байланысты есептерді шығаратын боламыз. Бірінші мысал. Бұл жерде синус пи бөлінген 2 минус альфа деп тұр. Пи бөлінген 2 болғандықтан синус косинусқа өзгертіледі. Сөйтеді де косинус альфа болады. Қосылған. Мына жерде пи болғандықтан косинус өз күйінде жазылады. Келтіру формуласы бойынша косинус және де пи минус альфа дейді. Бұл екінші ширек. Ол екінші ширекте косинустың мәні минус таңбасы. Сондықтан алдына минусты қоямыз да косинус альфаның өзін жазамыз. Сонда бұл жерде косинус альфа жақшан ашық минус косинус альфа болады. Бұл екеуі жойылып кетеді де 0 қалады. Екінші мысал. Он 15 градусты бұлай жазсақ болады. 30 бөлінген 2 деп жазсақ болады. Қосылған косинус 30 градус. Бұл жерде жарты бұрыштың формуласы бойынша мынаны ашып жазатын болсақ, 2 көбейтілген 1 азайтылған косинус 30 градус бөлінген 2 болады. Яғни мына өрнегіміз мынаған тең болды. Қосылған косинус 30 градус. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарады. Сонда 1 минус косинус 30 градус қалады. Қосылған. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда 1 қалады. Жауабы 1 болады. Үшінші мысал. Бұл жердегі синус 15 градусты бұлай жазып алсақ болады. 15 градусты теңдеп синус 90 градус азайтылған 75 градус деп жазсақ болады. Бұдан келтіру формуласы бойынша 90 градус пи бөлінген 2-ге тең болғандықтан косинус 75 градус деп жазсақ болады. Енді осыны апарып мына жерге қоямыз. Сонда синус 75 градустың өзін жазамыз. Көбейтілген синус 15-тің орнына косинус 75 градус жазамыз. Ал мынаны біз бұлай жазсақ болады. 4 көбейтілген синус 150 градус деп жазсақ болады. Бұдан 150 градус пен 150 градус қысқарады. 4-тен 1 болады. Төртінші мысал берілген. Бұл жерде бұл есепті шығаруды дұрыстап көрсету үшін екі формуланы жазып алдық. Яғни осы екі формуланы осы өрнекті ықшамдауда пайдаланатын боламыз. Мына бірінші, яғни алымына қарайтын болсақ, алымындағы мынау алымын қосу үшін біз мына формуланы қолданамыз. Себебі бұл жерде x пен y-тің орнында сәйкесінше пи бөлінген 30 пен пи бөлінген 15 тұр. Ал бөлімін қосу үшін мына формуланы қолданамыз. Бұл жерде x пен y-тің орнында 7 пи бөлінген 30 пен 4 пи бөлінген 15 тұр. Яғни дайын формулаларды қолдану арқылы қоса салатын боламыз. Енді қолданып жазатын болсақ, онда алымы косинус x-тің орнында пи бөлінген 30 тұр. Азайтылған y-тің орнында пи бөлінген 15 тұр. Енді бөліміне жазатын болсақ, синус x-тің орнында 7 пи бөлінген 30 қосылған y-тің орнында 4 пи бөлінген 15 тұр. Енді мынаны ортақ бөлім келтіретін болсақ, 2 береміз, мынаған да 2 береміз. Тең болады. Косинус, яғни 2 пиден 1 пиді пи минус 2 пи болады. Онда ол минус пи бөлінген 30 болады. Бөлінген синус 8 15 пи бөлінген 30 болады. 30 пен 15 қысқарады, 2 болады.
пи бөлінген 2. Яғни синус пи бөлінген 2-дегі мәні ол 1-ге тең. Сондықтан біз бұлай жазсақ болады: косинус минус пи бөлінген 30 деп. Косинус жұп функция болғандықтан минусты жазбай ақ қойсақ та болады. Сонда косинус пи бөлінген 30 болады. Яғни жауабы осыған тең. 5-ші мысал. 4 көбейтілген дейміз. Мына екі көбейтіндіні тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін түрлендіру формуласы бойынша бұлай жазсақ болады: 2-ден 1 косинус 25 минус 65 және азайтылған косинус 25 градус қосылған 65 градус деп. Енді бұл жерден 2 мен 4 қысқарып арада 2 қалады. 25-ге 65-ті қосатын болсақ, ол 90 болады. Косинус 90 градустағы мәні ол 0-ге тең. Сонда біз бұлай жазсақ болады: 2 көбейтілген косинустың косинус минус 40 градус деп, және бөлінген косинус 40 градус. Косинус жұп функция болғандықтан минусты плюс қып жерсек те болады. Сонда бұл жерден косинус 40 пен косинус 40 градус қысқарып кетеді. Сонда 2 қалады. Жауабы осы 2-ге тең. 6-ші мысал. Бұл есепті шығару үшін тригонометриялық функциялардың қосындысын түрлендіру формулаларын пайдаланатын боламыз. Енді сол формула бойынша мына екеуін қосатын болсақ, онда 2 көбейтілген синус 130 градус қосылған 110 градус бөлінген 2 көбейтілген косинус 130 градус азайтылған 110 градус бөлінген 2-ге және бөлімін жазатын болсақ, ол 2 көбейтілген косинус осылай жазып аламыз. Енді бұл жерден мына мен мынау қысқарып кетеді. Бұдан ары қарай 2 мен 2-де қысқарады. Және мынаны жазатын болсақ, 130-ға 110-ды қосамыз, 240, 2-ге бөлсек, синус 120 градус бөлінген. Мына жерде де дәл солай, косинус 120 градус. Бұл тең болады тангенс 120 градусқа. Ал тангенс 120 градустың мәні ол минус түбірасты 3-ге тең. Сонда біздің мына өрнектің мәні минус түбірасты 3-ге тең. 7-ші мысал. Бұл жерде синус 2 альфаны ашып жазатын болсақ, ол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға тең. Оның квадраты болады, азайтылған 4 синус квадрат альфа. Бөлімінде мынаны да ашып жазамыз. Альфаның квадраты болады, қосылған. Енді бұл жерден 4-ті жақша сыртына шығарып жүрейік. Сонда синус квадрат альфа азайтылған 1 болады. Ал 1-ді біз бұлай жазсақ та болады: синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа деп жазсақ болады. Яғни мына жерде 4-ті жақша сыртына шығарғанда 1 қалғанда, 1-дің орнына біз мына өрнекті апарып қоя салдық. Бұдан ары қарай ашатын болсақ, 4 синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа болады. Мына жерде синус квадрат альфа мен синус квадрат альфа кетеді, минус косинус квадрат альфа қалады. Мынаны да ашатын болсақ, 4 синус квадрат альфа
көбейтілген косинус квадрат альфа болады. Одан азайтылған 4 косинус квадрат альфа болады. Енді бұдан біріншісінен 4 синус квадрат альфаны шығарсақ, азайтылған 1 қалады. Бөлімінде 4 косинус квадрат альфаны шығарсақ, косинус квадрат альфа, жоқ, синус квадрат альфа, азайтылған 1 қалады. Енді бұл жерден 4 пен 4-ті қысқартып жүреміз. Синус квадрат альфа өз күйінде жазылады. Косинус квадрат альфадан минус 1 болатын болса, онда ол минус синус квадрат альфаға тең. Косинус квадрат альфаның өзін жазамыз. Мына өрнектің мәні минус косинус квадрат альфаға тең. Енді бұл жерден 2 минус плюс болып кетеді. Жәнеден мына екеуін көбейтетін болсақ, синустың 4 дәрежесіндегі альфа және косинустың 4 дәрежесіндегі альфа. Бұл болады тангенс 4 дәрежесіндегі альфа. Яғни жауабы осыған тең. 8-ші мысал. Ықшамдаңыз дейді, яғни мынадан азайту үшін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім осы екеуінің көбейтіндісі. Сонда мынаған 1 минус котангенс квадрат альфаға, ал мынаны 1 минус тангенс квадрат альфаға көбейтеміз. Сонда 1 азайтылған 1 қосылған тангенс квадрат альфа болады. Бұл жерде 1 мен 1 жойылып кетеді. Енді мына жерде 1-ді тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа тең 1 деген формула бар. Осыны пайдаланып, яғни 1-дің орнына мына өрнекті қойып отырамыз. Сонда тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа минус тангенс квадрат альфа. Дәл сол сияқтына 1-дің орнына қоятын болсақ, тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа минус котангенс квадрат альфа болады. Мына жерде тангенс квадрат альфа минус котангенс квадрат альфа болады. Бұдан ары қарай мынаны бөлшекте көбейткіштерге жіктеп жазатын болсақ, тангенс альфа минус котангенс альфа және де тангенс альфа қосылған котангенс альфа болады. Мына жерден тангенс альфаны жақсы сыртына шығарамыз. Сонда котангенс альфа минус тангенс альфа қалады. Екіншісінен котангенс альфаны жақсы сыртына шығарсақ, осылай болады. Енді бұл жерден тангенс альфа минус котангенс альфа мен мына екеуі қысқарып кетеді. Және мына мен мынаның көбейтіндісі 1-ді береді. Сонда біз